Таргет сабағына қош келдіңіз. Мен осы таргет саласында офлайн 200-ге жуық, онлайн 1000-ға жуық адамды оқыттым. Сол үшін де зейін қойып, бірге-бір қайталап отырсаңыз, сіз жақсы үйреніп кетесіз. Өйткені төте жолын көрсетемін. Ешқандай без воды, четко өзім жасап жүргендей сізге көрсетіп беремін. Осы салада мен 5-6 жыл жүргенмен достар, үлкен компаниялармен жұмыс жасаймыз. Бір услуганы 400 000 миллионға дейін біз услугамыз сатамыз. Сол үшін де, егер енді бастап жатсаңыз, таргет сізге қызықты болса, осы профессияны алыңыз келсе, немесе ұлыңызды оқытып алыңыз келсе, қызыңызды оқытып алыңыз келсе, осы сабақты көрсетіп алыңыз өзіңіз үшін. Ендеше сабағымызды бастайық. Таргет сабағына қош келдіңіз. Қазір мен сізге қарапайым тілде ең оңай тәсілмен таргетті қалай жүру екенін көрсетемін. Ол үшін біз өзіміздің Facebook'қа кіреміз. Бұл жерде бір маңызды нәрсе, сіздің Facebook'ыңыз жаңадан ашылған болмау керек. Сол кезде блокқа тығып тастау қаупі аздау болады. Кемінде 3-4 ай, 6 ай жұмыс істеп тұрған Facebook тауып алыңыз. Мына жерде бізге керек екі-ақ нәрсе керек болады. Бізге ADS менеджер. Осы ADS менеджермен біз таргет реклама жүретін боламыз. И страница керек болады. Бірінші біз страницаны создавать етіп аламыз. Қазір сіз практикалық етсеңіз тез үйреніп аласыз негізі. Енді әрине сразу профессионал болып кетпейсіз. Бірінші практика керек болады. Сонымен уже методын тыкаймайды, үйреніп аласыз. Қазір жерде создать страницаны басасыз. Просто қарап отпай достар, қайталап отырсаңыз, сізге негізі бұл информация прям миыңызға қонады. Название страницы сіз немен айналысасыз, соны жазасыз мына жерге. Бұл страница дегеніміз не достар? Страница, мысалы Facebook бізге айтып отыр, мысалы менде мына жерде көп ниша бар, міне қараңыз. Артқа қарай шығайын қайттан. Мен, допустим, маркетолог, унимед, таргетолог, стоматология, гинекология деген секілді бізде көп кәсіп бар, Бір Facebookпен, яғни сіздің бір Facebook'ыңызбен 3, 4, 5, 10 неше бизнесің болса да осы Facebook'пен жібере бер деп айтып тұр. Өйткені әр нишада, әр кәсіпте Instagram'ы бөлек, WhatsApp'ы бөлек. Мына жерде соны бөліп тастау үшін жасап қойған. Қарапайым тілде болса. Енді біз создать страницаны басамыз. Название страницы, мысалы сіз немен айналысасыз? Допустим, одеждамен айналысасыз, либо өзіңіздің компанияңыз жазасыз. Допустим, мебель дей салайыншы, бәрі білетін мебель. Мебельге көп жеріп қойдым мен жүрші, одежда дейші. Так, енді категория сізге неге жазады категория, одежда, бренд. Енді әрде дальше толтырмай қойсаңыз болады, создать страницаны басасыз. И мына жерде біз дален басамыз, дален баса береміз. Прям не критично бұл жер. И дален басамыз. Сіз осылай небәрі 2 минутта страницаңызды ашып алдыңыз. Енді біз не істейміз? Настройкаға кіреміз. Енді екінші шаг бізде өзіміздің Instagram'ымыз бен WhatsApp'ымыз жалғап алу керекпіз. Болды. Настройкаға кірген кезде связанные устройства деген тауып аласыз. Мен астында связанный, но үстінде тұру мүмкін, оң жағында тұру мүмкін, разница жоқ, бірақ бір жерде тұрады ол, орындар ауыстыру мүмкін, астында, үстінде, ортасында тұрып қалады кейде. Связанный устройство, міне Instagram и WhatsApp. Енді қараңыз, Instagram'ға кіреміз да, подключить аккаунт дейміз да, өзіміздің логин паролін жазамыз, сосын подключить басамыз, уже сіздің Instagram'ыңыз тіркеледі. Екінші, WhatsApp'қа, мына жерге өзіңіздің номерін жазасыз, сізге код келеді, WhatsApp'ыңызға код жазасыз, сіздің WhatsApp'ыңыз тіркеледі. Мен әрге тоқтамай қойын, маңызды нәрселерге өтейік. Сіз WhatsApp'ыңызбен Instagram'ыңызды тіркеп алдыңыз. Енді дальше Facebook'қа басамыз да, ADS менеджерге кіреміз. ADS менеджер арқылы біз таргетімізді жібереміз, Міне кірдік, мына жерде біз компанияны басамыз. Обзор компания, бұл жерде сіздің в целом сіздің компанияңыз туралы статистика тұрады мына жерде. Оценка возможностей, настройки деген секілді. Мына біз компанияны басамыз, Мына жерде біздің рекламаны сұрады, бұрынғы рекламаны сізде новый болып тұру мүмкін. Енді біз мына жерде создать кнопкасын басамыз. Мен каждыйына бір тоқтамай қойын, сізге керекті төте жолын берейін, Сіз алдыңыз, таргет жібердіңіз, заявканы алдыңыз, продажаны жасадыңыз. Сол керек қой барлығымызға. Каждыйын тоқтамай қойын, ары қарай уже практикамен дальше қассаңыз да болады. Так, мына жерде біз соңғы мен 2-3 жылда біз вовлеченностьпен жүреміз. Біз вовлеченностьті басамыз. Целида и продолжить кнопкасын басамыз. Мына жерде вручную и Facebook'тың өзіне тапсырасын беріп тұр, То есть автоматический таргет деген бар. Біз осы тест жасап көрдік, вручную бізде жақсы өтеді.
Біз Фейсбукқа воля бермейміз. Біз өйткені Фейсбук мақсаты бізден ақшаны көбірек алу. Біз өзіміз настройка жасап, өзіміз тест жасаймыз. Название компании, допустим, одежда жіберіп жатырсыз, өзіңіздің название компания жазасыз. Бұл жерде бұны клиенттер көрмейді, сіз ғана көресіз. Дальше асқарай түсіреміз. Егерде бюджет группа объявления қоятын болсаңыз, сіз каждый аудиторияға, мысалы, сіз әйелдерге бөлек жібергіңіз келеді, еркектерге бөлек жібергіңіз келеді. Допустим, маған $10 қоясыз, маған $10 қоясыз. Айтасыз, мен осы екі компанияға да ақша құямын. То есть екі группа объявленияға, аудиторияға да ақша құямын. Екеуіне де сала бер деп айтасыз да. Ал егерде бюджет компания қоятын болсаңыз, айтарлық, сіз еркектерге жіберіңіз, әйелдерге жіберіңіз. Осыған мен общий $20 берем, сен қайсы жақсы жүріп тұр, соны маған тауып бер деген секілді, енді қарапайым тілде айтып жатырмын, сондай задание бересіз Фейсбукқа. Біз бюджет группа объявление қоямыз. Яғни біз өзіміз тестировать етеміз. Яғни әйелдерге бөлек, еркектерге бөлек, басқа қалаға жүрсек, басқа қалаға бөлек бюджет қоямыз, иә? Пока қайталап шыға беріңіз, ары қарай түсініп кетесіз, достар. Просто ана жерде сізде түсінік болсын деп айтып жатырмын да, толығырақ. Мына жерде бюджет группа объявление қоясыз. Мына жерде поделите частью бюджета с другим группа объявлением дейді. Тоже біз Фейсбукқа воля бермейміз, біз өзіміз тестировать етеміз, бұны галочканы алып тастаймыз. Енді астарға түсіреміз. Мына жерде новая группа объявления. Так, мына жерде біз 0.1 деп қоя саламыз. Өзіміз үшін, жаңа сіздің создавать еткен страницаңыз осы жерден шығады достар. Мына жерден сіз өзіңіз таңдап аласыз. Мен қазір өзімнің страницамды таңдап аламын. Мына жерде выбор место назначения вручную басам. Сосын маған Facebook айтып тұр, клиенттер қай жаққа жазсын деп тұр, мен Фейсбукқа айтам, маған WhatsApp қана жазсын деймін. Яғни екеуін таңдасам бола ма? Жоқ, болмайды. Екеуін таңдайтын болсаңыз, бірден Facebook дұрыс сізге заявка бермей қалады, өйткені түсінбей қалады, не Instagramға берем ба, не WhatsAppқа берем ба деген секілді. Фейсбукқа нақты бір задание, бір цель и точно ор деген секілді задание орнайды маған. То есть максимально оңайлату керекпіз. Сол үшін біз WhatsAppқа қоямыз. Неге WhatsAppқа қоямыз? Өйткені қарапайым кісілер, біздің клиенттеріміз, ол кісілер WhatsApp үйреніп қалған, Енді астығара түсіреміз. Мына жерде бюджет, дневной бюджет, там $10 қойсақ болады. $10 астығара түсіре береміз. Енді бізге мына жерде қарап алыңыз. Одежда, мына жерде біз не істедік? Біз группа объявление деген секілді, жаңа компания деген секілді бюджет қою. Яғни ақша қанша бересің деп тұр Facebook. Екіншісінде бізге Facebook не деп тұр? Хорошо, сен қай қалаға реклама жібергің келеді, және клиенттер қайда жазсын деген сұрақ қойып тұр бізге. Біз не істеп жатырмыз? Местоположение қойдық жаңа и бюджет қойдық группа объявлениеге. Дальше не істейміз? Аудиторияны қоямыз. Местоположение, яғни Қазақстанда қойсаңыз болады, немесе сіз там Алматыдан болсаңыз, Алматыны жазасыз мына жерге. Мына жерде өте маңызды нәрсе бар. Алматы деп жазған кезде, оң жағында именно город деп тұру керек. Яғни округ, там адрес деген сияқты басып қойып жүрмеңіз. Именно город таңдайсыз. Город. Мына жерде только текущий город бассақ болады, бұл әрине нишаға да байланысты. И астында охватите больше людей, которые с наибольшей невероятностью отреагируют деп тұр да. Яғни сізге керекті клиенттер секілді адамдар тағы да көрсетейік па дейді. Бұл в основном қаланың сыртындағы немесе қалаға келген кісілерге көбінесе көрсетеді. Бұны біз обычно өшіріп қоямыз. Яғни бұл да нишаға да байланысты. Егер сіз товарный бизнес болса, разница жоқ. Доставка жүре саласыз ғой, онда осыны қосып қойсаңыз болады. Онда охват сізде көптеу болады. Так, астарлай түсіреміз. Дальше показать настройки басатын болсақ, мына жерде возраст деп тұрады, Яғни сіздің нишаңызға да байланысты, сіз бұл кәлкулятор өзіменікі қолым басылып кетті. Астарлай қайтадан түсірейін. Больше настроек. Мені, возрастта біз не істедік? Нишаңызға байланысты өзгертіп қойсаңыз болады. Яғни 18-бен маған тек қана 40 жасты адамдар ғана көрсет деген секілді бұлай ауыстырып қойсаңыз да болады. Мен случайымда осылай тұра береді. Және пол, яғни сізде нишаңызға байланысты тек қана заттарды әйел кісілерге сататын болсаңыз, тек қана женщина таңдайсыз. Еркектерге ғана болса сіздің товарыңыз мужчинаны таңдайсыз. Мен случайымда всені таңдай саламын. Так.
Енді астарлай түсіреміз. Мына жерде детальный таргетинг бар. Мысалы сізде мебель ниша болса, нәрге там интерьер деген секілді жазсаңыз болады. Бұл адамға, то есть Facebook'қа сіздің аудиторияңызды табуға оңайлатасыз. Яғни там ремонтқа қатысты зат болса, дизайн интерьері деп жазып қойсаңыз, ремонт жасап жатқан үй алған кісілерге сіздің рекламаңызды көрсетеді. Бұл енді шамалы ақпаратты түсіреді, шамалы көптеп ақша алады. Мен случайымда бұны алып тастаймын, өйткені Facebook'қа мен өзім воля берем, яғни мен аудиториям тауып бер, міне ақша, міне аудитория деген секілді, мен креативім деген секілді өзі тауып береді. Сузить ете бермеймін. Енді астыға қарай түсірем, яғни бұл жерде местоположение қойдық. Енді платформада біз Facebook'та обычно мен алып тастаймын, тоже нишаға да байланысты. Facebook'та көбінесе үлкен кісілер 50-ден асқан, 40-тан асқан кісілер отырады. Сол үшін маған сәл келмейді. Мына жерде тоже галочка алып тастайын, тек қана Instagram мен WhatsApp тұрсын, болды, маған басқа керек емес. Мына жерде 30 шығып тұрса, сізде 30-ті бассаңыз да болады. Так, астыға түсіреміз. Енді біз не істейміз? Мына жерде ақшаны қойдық. Мына жерде қай жаққа жазу керек и қай қалаға жазу керек, соны қойдық. Мына жерде не істейміз? Біз бір деп қоямыз да, өзіміздің креативімізді қоямыз. Яғни бір деп басамыз. Мына жерде біздің Instagram'ымыз шығып тұрды, обязательно шығып тұру керек. И бізге айтып тұр, фото қоясың ба, либо видео қоясың ба деп тұр. Біз не істейміз? Фото, либо видеоны қоямыз. Мына жерде настройка креатив. Оның алдында мына жерде настройка рекламы деп тұр. Создать объявление, либо используй существующую публикацию деп тұр. Создать объявление басатын болсақ, сіз өзіңіз загрузка жасайсыз, фото немесе видео. Ал егер де используй существующую публикацию басатын болсаңыз, сіздің инстаграмыңыздағы рилстарды, стористарды алып реклама жүруге болады. Бізде жақсы жұмыс жасайтын осы создать объявление, біз өзіміз новыйдан видео қоямыз, иә. Настрой креатив. Мына жерде енді сіз өзіңіз жасаған видеоңыз немесе картинкаңызды қоясыз. Мен случайымда, допустим, там құрылыс деген сияқты любойын қоя салайын, иә. Далее готово. Так, мен өзім видеомды қойдым. Енді қараңыз, мына жерде қаптаған видеолар тұр да. Қазір связанный медиафайл деп тұр. Бұл жерде Facebook, то есть айтып тұр бізге, тағы да креативтер қоймай қойсаң болады. Мен аларды басқа аудиторияға көрсете беремін, если что дейді да. Бұны қосып қойсаңыз да болады, қатты мешать етпейді, бірақ мен в основном новый видеоларға мен алып тастаймын бұларды. Алып тастаймын. Мен каждый креативімді, каждый видеомды мен тексеріп еткен жақсы көремін, яғни так, мынау креатив жақсы өтіпті, мынау баннер жақсы өтіпті, так, мен осыны қайталайын деп анализ жасап отыру керексіз. Анализ жасамай сіз қатты успехке жетпейсіз жалпы недеді, таргеттерде. Өйткені, допустим, сіз таргетолог болсаңыз, сіз кәсіпкерге айтасыз, мынау видео біз жақсы өтіпті, давай осыларды тағы түсірейік деген секілді, сіз анализ жасап алу керексіз. Так, основной текстке өзіңіздің офферіңізді жазып қоясыз, там адресіңізді деген секілді, там офферіңізді біліп тұрсыз, оффер, не нәрсе екенін, яғни адамдар бас тарта алмайтын ұсыныс. Допустим, там кілемді 2 сағатта жуып беремін, немесе кілемді 2 күнде, там 42 күнде 50% жеңілдікпен сізге тек қана акция 2 күнге жуып береміз деген секілді примерно айтып жатырмын. Сол секілді сіз өзіңіздің ұсынысыңызды неге жазып қоясыз. Так, заголовок напишите нам деген тұра берсе болады, немесе там жми подробнее деп жазып қойсаңыз болады. Так, мына жерде астыға қарай түсіреміз, переписки деп тұр. Перепискеде біз өзіміздің редактировать басамыз. Так, мынау платформа форма толтыру мына жерде, бірақ біз қолдана қоймаймыз. Мына жерде создать шаблонды басамыз да, начните переписку да басамыз в основном. Өйткені адамдарды там сразу жазған ұнатады да, там платформа толтырып жатпайды көбінесе. Сол үшін біз начните переписку басамыз да. И часто задаваем вопрос оқып қоямыз мына жерге. Мына жерде добро пожаловать там де өзіңіздің нені жазып қойсаңыз болады. Там, для подробной информации напишите в личку деген секілді. Мына жерде там жазып қоясыз. Добрый день. Бұл шаблонный сообщение клиенттерге шығып тұрады сразу. Насчет одежды, дизайн, примерно, екіншісінде, үшіншісін алып тастаймыз, керек емес, маған в основном неде қазақша жазып қоймын. Қазақ кісілерді жазу мүмкін ғой. Дұрыс па? Сәлеметсіз бе? Киім туралы жазып тұр ретінде сұрақ қойып қойасыз. Болды, сізде уже шаблон сообщение дайын, әйде сохранить кнопкасын басасыз. Болды, сізде шаблонный сообщение дайын тұр уже. Сохраненный.
Неден таңдап аласыз өзіңіздікін. Так, біздің одежда қайда? Біздің одежда. Так, мына жерде міне қайттан кіреміз. Сақталмай қалыпты. Зачем вам помочь деп тұр. Бізде мына шаблон сообщение өшірін жасайсыз міне. Здравствуйте, можно узнать подробнее деп тұр. Часто задаваемый вопросы бассаңыз, қазақшасында қоя аласыз. Обязательно қазақшасын қой, өйткені қазақ сіздерде жазу мүмкін ғой жерге. Сәлеметсіз бе, там өзіңіздің товарын жазып қоясыз. Бұл шаблон сообщение клиенттер сізге жазатын. Енді сохранить кнопкасын бассаңыз, бізде міне сақталды жаңағымыз, е. Енді, в принципе, біздің достар базовый таргетіміз дайын. Біз енді тағы да видео саламыз келсе, не істейміз? Яғни, мынау видео өтпей қалуы мүмкін ғой. Ал өтпей қалса тағы да реклама жіберіп өтпесін, ол үшін сразу тестировать етсем болады. Мен креативке біз 3 кнопканы басамыз да, быстро дублировать кнопкасын басамыз. Міне, осы жерден біз уже 2-ні басып қоямыз. Түсінбей жатсаңыз, просто қайталай беріңіз, түсініп аласыз, е. Так, мына жерде біз копиясын жасадық. Просто біз креативімізді өшіріп тастаймыз да, басқа креатив қоя саламыз. Барлығы сол қалпы түк тиіспейміз. Креативімізді өшіріп тастаймыз да, қайттан қоямыз. Далее, готово. Бізде не болды жаңа? 2 креатив болды, достар. Тура осылай тағы да копияны жасап 3, 4, 5 деп сіз максимум 3 жасаңыз, осылай өйткені Facebook біреуін ғана негізі продвигать етеді. То есть біреуіне результат көбірек береді да. Мысалы, клиент мынаған көбірек басып атса, уже адамдар осыған жаза берсе, значит, Facebook ойлайды, значит, мынау креатив қызықты. Осыған көбірек берейік охват дейді, осыған бере беруі мүмкін. Бірақ 2-3 креатив осылай жасаңыз. Достар, міне, в принципе, базовый реклама сізге сразу заявка келетіндей, сразу продажа жасайтындай, осылай правильный реклама жасасаңыз болады. Ары қарай анализ жасау, ары қарай жаңағындай біздің аудиторияға тест жасау, сол арқылы үйреніп алыңыз келсе, достар, менде арнайы система пакет бар, соны алып жасап алсаңыз болады. Бірақ тегін керек болса, мен осыны алып жасай бересіз, проблема жоқ, достар. Ары қарай дамуым келеді, мен ары қарай үйренгім келеді десеңіз, бізде міне система пакет бар, достар. Система пакет, бұл жерде бірінші модуль, проект таба алмай жүрген болсаңыз, проектті қалай табам деген бізде арнайы сабақ бар. Мен осы уақытқа дейін 1 миллионға, 2 миллионға сатқан проекттерімді осы жерде толықтай айтып шыққанмын, е. Екінші модуль, мақсатты аудитория, целевой аудиторияны сіз дұрыс таба алмасаңыз, рекламаңыз дұрыс болмайды, өйткені сізге кімге жіберіп жатқаныңызды, видеоға кімге түсіретінін білмесеңіз, ол да қиын, достар. Ол самый 90% сол мәселені шешетін негізі целевой аудиторияны табу. Одан кейін модуль оффер мен лид магнит беру. Лид магнит, яғни адамдарға сізге тегін адамдарға құнды нәрсені беріп, сіз база клиентті жинап алсаңыз болады. Сол туралы айтамын. И оффер адамдарға бас тарта алмайтын ұсыныс жасасаңыз, сізге клиенттер келеді. Просто аудиториядан шамалы, просто басқа конкуренттерден отличияңыз болу керек. Енді 4-ші модуль жасанды интеллект арқылы видео жасау, баннер жасау, қазір просто сайт арқылы жасай бересіз. Бұрынғыда видео түсіріп, қатты еңбектенбейсіз да. То есть сайт арқылы кірдіңіз, баннерін жасадыңыз, видеоны жасадыңыз, все таргетке жібере берсеңіз болады. Дальше Facebook арқылы Instagram таргетинг жарнама модулі кетеді. Аккаунт ашу, аккаунт қауіпсіздігі. То есть барлығы достар, мен не білем, аудиторияны дұрыс сегментке бөлу, нәтижелі іске қосу, масштабтау, отчет қалай тапсыру, НДС қалай жасау керек, лукалайк қалай жасау керек, чатбот воронка қалай жасау керек, TikTok таргет, ассистент 24/7 клиенттерге жауап беретін. То есть мен өзім білетін барлығын достар өшіге жазып қойдым. Достар, бұның құны 35.500 теңге тұрады. Егер де сіз дәл қазір қарап отырсаңыз, 20 мың теңге мен сізге бере аламын, алып алсаңыз болады, достар. 20 мың теңгеге система пакетті алып алыңыз. Арғай жоқ, мен осы тегінді көріп алдым болды десеңіз, проблема жоқ. Бірақ арғай дамуыңыз келсе, уақыт деген, достар, басқа жерден полигон сатып алу керек болады. Егер де арғай дамуыңыз келсе, нужда болмай тұрса, қиын да. Нужда сияқты қалаңыздар, достар. Мысалы, сізге iPhone 17 Pro Max тұр, не бар, 150 мыңға срочно ақша керек десе, сіз выгодно болған алып аласыз ғой. Тура сол секілді 20 мың теңге, достар, өте выгодно. Өзіңіз үшін инвестиция жасап алыңыз. Достар, принципе осы. Енді ары қарай алыңыз келсе сабаққа, маған дайректке 2 санын жазсаңыз, сізге ары қарай счет барады, ары қарай жұмыс жасай берсек болады.